Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен қазір сіздерге Telegram вебті қалай жүктеу екенін көрсетейін. Telegram вебте WhatsApp веб сияқты Telegramды да Telegram веб компьютерде немесе ноутте жүктеуге болады. Әрине компьютер мен ноутбук арқылы Telegram вебті оқыған, берілген видеоларды көрген аса ыңғайлы. Мінекей осылай, мынау мен қазір сіздерге телефоннан көрсетіп отырмын, бірақ сіздер мен көрсеткен әрекетті ноутбукте немесе компьютерде жасайсыздар. Мінекей Google аккаунт ашасыздар. Жоғар жағына Telegram веб деп жазасыздар. Мінекей шығып тұр, Telegram веб деп жазасыздар. Шықты. Telegram веб дегенді басасыздар үстінен. Сізге мынандай хабарлама келеді. Мінекей Россия деп тұр. Біз әрине Ресейлік емеспіз. Біз оны өзгертеміз өзіміздің отанымызға, қасиетті туған жеріміздің атауына қарай жылжиық. Қазір алфавит бойынша мінекей айналайын Қазақстан тұр. Мінекей Қазақстанды қойдық. +7, яғни 8-7 ары қарай өз нөмірін жазасыз. 701 429 55. Енді осыны басқаннан кейін сіздер ентерді төмен қарай түртіп қаласыздар. Түртіп қалған кезде сізге ағылшын тілінде коде деген жазу керек. Код деген. Мына телефон болғаннан кейін келіп тұрған жоқ. Біз өйткені Telegram вебті телефонда емес, біз ноутбукте немесе компьютерде орнатамыз. Код келеді. Сіз ол кодты қайдан көресіз? Сіз ол кодты қазір бұнан жаба салайық. Сіз ол кодты енді телефоннан іздейсіз. Телефоннан Telegram вебке өтесіз. Telegram вебке өтесіз да, мына жерден Telegram деп іздейсіз. Телеграмның үстінде тұр, көрдіңіз бе? Поддержка дейді. Telegram поддержка мінекей. Ол сізді қолдау деген сөз. Яғни сізге мынандай код келеді. 313-315. Бұл менің кодым, бұл кодты жазбаңыздар. Сізге өзіңіз келетін кодты ғана сол жерге жазасыздар. Окейді басасыз. Окейді басқан кезде сіз компьютерде немесе ноутбукта өзіңіздің Telegram веб парақшаңызды көре аласыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сәттілік тілеймін.